Мақағали Мақатаев, Сәби ана. Айналғанда аядай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда тұрған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршақ, бір қолында ойыншық құлыншақ. Екі жансыз мүсінді мәпелейді, біресе ұрсат. Қарадық та селт етпей жанарымыз, алжығанға санадық ананы біз. Боран ұлып, бетінен боздақ ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы көз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда да назарын аудармады. Сәбидейін өзімен өз болып, қуыршақ пен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып ек, естімеді. Адам қалай оп-оңай ескіреді, адамның ғұмырынан қысқа не бар, күнен кейсе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде, мұны отырған ана кім, көрдіңіз бе? Бір күрсініп алды да отырған қарт, ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындық кең, 23 жыл сарғайған құрметпен, Сәби ана сапардан ұн күткен. Сұрапылдан сәбие оралмапты, қуыршақ пен құлыншақ содан қапты. Қара жолды қаптай кеп тозаң жапты, қаралы күз қайтадан борандатты. Ымырт ауыр салмақпен далаға енді, қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де Сәби ана ойыншығын құшақтап қала берді.